Бүгін көретіндеріңіз, Назарбаев жазылмас дертке шалдықты. Дерттің атауы қанағатсыздық. Соның арқасында ол 7 жылда 130 миллиард долларды шетелге шығарған. Никого нету. Один я. Вам некого, как сегодня президент, несколько выбирать. Только я. Вот. У вас других нету. Поэтому держите за меня. Сантехник Болат Назарбаевтың тағы бір былығы анықталды. Біздің менің жерімді, баламның үйіні заңсыз тартып алған, мынау Нұрбол Болатовичтің атынан келген. Қазағым осылай әділдікке жете алмай зар қағып жүргенде, Болаттың тоқалы қолына 196 миллион теңгенің әшекейін тағып алып, шетелде тайраңдап жүр. Қарғысатқырлар, ой! Ой, Назарбаев тұрмақ, жай ғана Қазмұнайда топ-менеджер болған Асқар Әубәкіровтің әйелі Лондонда ақсүйек әйел атаныпты. Өйдейт десейші. Это монета 3 века. Они просто вставили. Они вставили монету, и она такая музейная. Боже, какая красота. Осы және басқа да жаңалықтарды дәл қазір саралап, сараптайтын боламыз. Кеттік онда. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Қалайсыздар? Бәрі жақсы ма? Жарайсыздар. Бүгінгі санды бастамас бұрын арнаға жазылып, лүпілді басып қойыңыздар. Қолдауларыңызға мың алғыс. Мен сіздерді жақсы көрсем, Назарбаев ақшаны сүйет. Бұлай деп отырғаным ескі Қазақстан өкілдері қазақтың аузынан жырып қалған капиталдың шеті мен шегі көрінер емес. Тәуелсіз журналистердің халықаралық бірлестігінің таратқан ақпараты бойынша Назарбаев кланы 130 миллиард доллардан астам ақшаны астыртын Қазақстаннан алып шыққан. Енді назар аударып қараңыз. Бұл 7 жылда ұрланған ақша. Ал оған дейінгі болған іс-әрекеттер әлі де тексеріліп жатыр. Шалдың еркелігін 30 жыл бойы көтергенімізді есепке алсақ, ұрлықтың масштабын көз алдыңызға елестете беріңіз. Сұмдық енді. Ал енді осы жымқырылған 130 миллиард долларды 18 миллион қазақстандыққа бөліп беріңіз. Қанша болады деп ойлайсыздар? Айтайын, 7200 доллар. Оны теңгеге шақсақ, 3 миллион 204 мың теңге. Яғни Назарбаевтар әр қазақтың қалтасына қол сұғу арқылы осындай қаражатты ұрлаған. Ал енді сұрақ, сіздің отбасыңыздың әрбір мүшесіне, қайталап айтам, әрбір мүшесіне осы 3 миллион 204 мың теңгеден әкеліп берсе, проблемаларыңыз шешілер ме еді? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен міндетті түрде оқимын. Мысалға, менің семьямда 5 адамбыз. Сол 5 адамды 3 миллион 204 мың теңгеге көбейтер болсақ, қанша болады деп ойлайсыздар? 16 миллион теңге. 16 миллион теңгеге кәдімгідей бір шағын пәтер алуға болады ғой. Енді осыдан кейін менің 16 миллиондай несібемді тартып алған надандарды қалай қарғамаймын? Қарғаймын. Мал ғой бұлар. Бірақ мал дейтіндей, мал да шөпке тойса жата қалады ғой. Ал Назарбаевтың отбасы қанағат деген сөзді білмейді. Оған дәлел келесі видеоны қараңыздар. Біз генеральный бас прокуратураға келіп тұрмыз. Келудегі себебіміз, мен Сағидолла Мейіргүл, менің жерімді, баламның үйіні заңсыз тартып алған. Мынау Нұрбол Болатовичтің атынан келген, Нұрпесов Марат, Калибекұлы Дамир, Ашенов Дастан, осылардың заңсыз менің үйімменен жерлерімді тартып алғаны туралы Астана қаласына келдім. 4 баламен, инвалид баламен әділдік іздеп келдім. Қасым-Жомарт Тоқаевқа кіруге ертеңге уже жазылып қойдық, бұйырса кіреміз. Оғанда қазір осы жерден бастадық. Ойлаймын да, Болаттың жағдайы жайнап тұр. Қасында тоқалдары сайрап тұр, черный экраны шайнап тұр. Енді күнін әрең көріп жүрген қарапайым қазақтың үйі мен жерінде несі бар? Бұл нақұрыстар неге тек ақшаны ойлайды?
ішіне сыймай құсып жатса да тоймайды. Негізі Болатқа күллі қазақтың тағдырынан көре Топас Тоқалының еркелігі артық. Видеода құдды бір ақсүйектің қызы сияқты шетелде қылмыңдап жүрген қатынның есімі Жұлдыз. Болатқа бір ұл туып беріп, енді өмірдің рахатын көріп жүр. Таққан әшекейлерінің өзі 196 миллион теңгеден асады. Ой, ол бұлай тұрсын. Бұл қатын өзінің Instagram парақшасының атауын BN Lady деп жазып қойған ғой. Не деген санасыздық деймін да. BN деп отырғаны Болат Назарбаев қой, яғни мен Болат Назарбаевтың меншігімін деп отыр. Енді кәрі шалдың әжім басқан арқасын уқалап, онымен төсектес болу мақтаныш па? Айтыңыздаршы, мақтаныш па сол? Еркек басымен мен желкеніп отырмын. Бірақ мұндай ақшаның құлы болған қара беттерге айттың не, айтпадың не? Ой, Назарбаев тұрмақ. Кезінде Қазмұнайгаздың жай ғана топ менеджері болған Асқар Әубәкіровтің әйелі Ботагөз Тарқытбаева сонау Лондонда ақсүйек әйел атаныпты. Ой-дөй десейші. Эй, күлкілі клоундар, ай. Это монета 3 века. Они просто вставили. Они вставили монету, и она такая музейная. Боже, какая красота. Ағылшындар бұл қатынның қайдан шыққанын білемекен өзі? Әй, білмейді ау. Десе де Ботагөз қазақтан ұрлаған байлығын байсалды түрде мақтанып көрсетіп жүр. Естеріңізге сала кетейін. Асқар Әубәкіров сонау 2011 жылы Жаңаөзенде болған қырғынға тікелей кінәлі адамзат. Бұл нақұрыс сол кезде Қазмұнайгазды басқарып отырған болатын. Яғни Ботагөздің бұтындағы шалбардан бастап киген көйлегіне дейін жаңаөзендіктердің қаны мен қарғысы бар. Қазақта сөз бар ғой. Құдай қарғысынан халық қарғысы қаһарлы. Сондықтан есте болсын. Алғыс алған армас, қарғыс алған жарымас. Жарымай кеткірлер. Бұларды қойшы, біздің билікте отырған шенеуніктердің өзі арзан әшекей тақпайды. Мысалға мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршиннің қолындағы қол сағатының құны 1.200.000 теңге. Құдай білет, Жаңбыршинда мұндай сағаттың 5-6-ауы бар шығар. Не дейміз? Сіңірі шыққан кедейміз, жуаспыз, көнеміз ғой, ештеңе демейміз. Өкінішті әрине. Бүгін айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Сіздерден өтініп сұраймын, қасқыр екенімізді ұмытпайықшы.